Қайырлы күн ұстаздар, өздеріңізбен әдеттегідей Сандуғаш Қадырғалиевна. Бүгін сіздерге жаңа сабақтың тақырыбын анықтауға көмектесетін тегін платформа туралы айтатын боламын. Ол бізде Jigsaw Planet деп аталады. Бұл Jigsaw Planet платформасы интернетте тегін қолдануға болатын онлайн пазл ойыны болып табылады. Бұл жерге тіркелмесек те болады, бірден ойнап көруге, немесе тіркелсек өзіміздің міндетті түрде жазбаларымыз біздің сақталынып тұратын болады. Алдымен тіркелейік, регистрация өтеміз және өзіміздің аты жөндерімізді жазамыз. Біздің почтамызға тіркелгеннен кейін осындай сілтеме келеді. Сол сілтеме арқылы подтвердить етеміз. Одан кейін войти батырмасы арқылы біз міндетті түрде кіріп кетеміз және тіркелген кезде ең бірінші адамның аты үлкен әріптен және латын әріптермен кем дегенде 2 цифрды құрау керек. Мысалы, Санду 21 деп қойдым. Кіреміз. Кірген кезде осындай тегін интерактивті пазлдар көптеп кездеседі. Бұл платформаны көбінесе шетелдік мұғалімдер көбірек пайдаланады. Біз алдымен өзіміздің сабағымыздың тақырыбын болжауға байланысты етіп, мынадай етіп дайындап алсақ болады. Мысалы, мен PowerPoint бағдарламасын ашып, осындай желіге қатысты, тақырыбым компьютерлік желі болғандықтан бір суретті қойып, сабақтың тақырыбы және оқу мақсатын мында жазып қойдым. Содан кейін файл, сохранить как деген кезде сақтайтын жерімізді таңдап, тип файла деген жерде JPEG деп таңдап, сурет қылып таңдап аламыз. Содан кейін неге оны жасап жатырмыз? Себебі өз фотосуреттерімізді жүктеп, олардан пазл жасап бөлісуге болады. Ол үшін создать дегенді басамыз. Сол кезде бізге мына жерде название деген болады. Мысалы, менікі 7-ші сынып болады. Содан кейін адамдарға көрінген қаласаңыз, public деген таңдайсыз. Сосын создать дегенді басасыз. Мына жерде суретіңізді әкеліп орналастырасыз. Содан кейін оның астына тақырыптың атауын жазасыз. Сосын барып мына жерде сабақтың бастапқы кезеңінде тақырыпты ашу үшін барынша, мысалы, ең кішкентай бізде 6, 8 деген сияқты етіп, уақытты көп алмайтындай етіп, пазлымыз қанша бөліктерге бөліну керек екендігін таңдап аласыз. Және осы жерден қандай түрде болған қалайсыз, пазлдардың формасын таңдайсыз. Содан кейін создать батырмасын басамыз. Осы кезде біздің міне пазлдарымыз шықты. Мына жерде мына белгіні басу арқылы реттілікпен немесе перемешать деп қойып алсаңыз болады. Және мына жерде үлкен белгі арқылы тақтаға шығарып қойсақ болады. Және осы жерге біз өзіміздің енді пазлдарымызды құрастырамыз. Пазлымыз құрастырылды және сәйкесінше сабағымыздың тақырыбы және оқу мақсаты айқындалды. Экранымызды кішірейте отырып, мұны қайтадан обновить батырмасын басып, қайтадан ойнатсақ болады. Және мои пазлы бөлімінде біздің жасаған пазлдарымыз сақталып тұра беретін болады. Және главная бөліміне өтіп, искать деген жерден, мысалы, басқа мұғалімдердің жасаған пазлдарын өз сабақтарыңызда қолданып көрсеңіз болады. Мысалы, өзара кері сандар деген тақырыпқа осындай пазл жасақталынған. Осылар басқа да әріптестеріміздің жасаған пазлдарын өз сабақтарымызға да қолданып көрсек болады. Сабақтарыңызда қолданып көріңіздер, қателеріңізге жарасын.